тойла. Бай-бай қандай, мереке қандай, жүректерден жалын атқандай, қыздарың жайнай, жігіттер тойлай, қазақтағы тоймен атқандай. Ал жігіттер күлімдейсіңдер, бізбен неге билемейсіңдер, билемейсіңдер, сөйлемейсіңдер, поэтта мұмен сенбейсіңдер. Гитара звенит, надежное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани. А птица удачи опять улетит. Қызық думан бол думан, күлкіде шындық туылған, шым-шыма шындықпен, шаттанған күлкімен, әзілмен баурап алғайды. Қызық думан бол думан, күлкіде шындық туылған, шым-шыма шындықпен, шаттанған күлкімен, әзілмен баурап алғайды. Тербесін күлкімен терезін, әнімен күйін де шетсін. Қызықты бұл күндер, тамаша бұл түндер, мәңгі естен шықпай қалатын. Қызық думан бол думан, күлкіде шындық туылған, шым-шыма шындықпен, шаттанған күлкімен, әзілмен баурап алғайды. Қызық думан бол думан, күлкіде шындық туылған, шым-шыма шындықпен, шаттанған күлкімен, әзілмен баурап алғайды. Ешар құрметті Шымқала өңірінің тұрғындары, ақжаулықты аналар, құрметті жеңгейлер, құрметті ағалар, бауырлар. Әрине, көктемнің алғашқы шуағын шашқан күннен бастап ең алғашқы мереке, ол әрине біздің аналарымыздың, жеңге қыздарымыздың мерекесі. Өткен 8 наурыз мерекесімен құттықтап, еркектер қауым бір шапалақ ұрып қояйықшы кәнекей. Құдай қаласа, алда наурыз келе жатыр. Наурызда да қыздардың мерекесі. Біз еркек сорлыға бір дұрыс уақытта береке берсе болады ғой. 9 май. Ай, бір тойлай қойын десең, мектеп каникулға шығып кетеді. Жәндегі бәр кірезес, жетсай, мақта шабыққа шығып кетеді, сондай қуғанда. Ең дауасы бірінші үйін балалар күнімен тойлай салу керек, бізге болады сол. Енді құрметті ағайындар, мынау Жетісайдан келді, қандай театр деп тамсанып отқан шығарсыздар. Құдайға шүкір, бәрі қазір өнерін осы жерде ұсынады. Одан кейін былтырғы осы Шымышманың біріншісін Жетісайда осы мынау Жайдарман студиясына апарып түсіргенбіз. Шошыды бұлар. Ей, кран тоқтатайық деді. Кранды қайға барса сол басы бұрылып кете береді біздің адамдардың. Айналады басы бүйтіп. Кран тоқтаса басы зүк деді, қайтып орнына келеді. Жабайы кәдімгі. Одан кейін ол шапалақ ұрмайды. Шапалақ ұрды, онда шемішке шағады ғой. Ана жерді орман қылады кәдімгідей. Тамымағанда бір рет концерт құрдық. Ойбай, 500 адамдық залға 800 адам кірген. Қуанып мәз болдық. Біз байыдық деп. Сөйтсек 16-ақ билет өтіпті да. Құда жекжат, көп болып, танымайтын бір нағашыларын тауып аласың ғой. Мә деп қоясың да жаңа. Сол сияқты құрметті ағайындар, Құдай қаласа, міне сіздермен алғашқы рет осы Шымқалада Шымшы Мәзісақ театрының бүгін Құдай қаласа өздерінің керемет күлкілеріңізбен біздің әдемі әзілімізден бастаған жөн көріп отырық. Сонда да болса Құдай қаласа міне алғашқы әнді бастайтын Шымшы Мәзісақ театрымыздың әншісі Мұхан Омар бауырымыз шақырайықшы. Қошеметтеріңіз. Дәу адам құсап жүгіреді да бұл. Дәу адам құсап. Бұл баяғыда үміт керуенде осындай еді, әлі осындай. Біреулер айтады, нағып өспейді дейді, бұның тұқымы бөлек па дейді. Жоқ, қазақ бұл. Бұл өсетілет баяғыда осы Алматыға, Астанаға, Квенге барған кезде, пойызға билет таппай қалған кезде бұны пакетке салып алады деп ұрып.
Не десе картошка деп қоясың да жата береді ішінде. Сосын біреулер айтады, шашын өсіріп алыпты дейді. Ұлықпан жолдасқа ма, жұбанышқа ма еліктейді дейді. Ол ешкімге еліктемейді бұл. Бұның шашын ана пакеттен алуға демейді да суырып аласыз, қайтса қоя саласыз соған. Сосын мына шашы бит демейді да бұның. Биттің өзі негізі адам таңдайды, нормальный бір адамдарға бит дейді ғой. Басында сірке жоқ та. Құдай қаласа бұл өседі Мұқан. Одан кейін кейбір әншілерді көрсеңіз, денесін көрсең енді бір спортпен айналысатын жігіт құсап шығады сахнаға бүйтіп бір әншілер. Дауысын естігенде бір қыздың дауысын айтады ғой жаңа. Бұлбұл құсым шырақтама, мені мұңға бөлеші. Деп не ол? Қазақта сөз бар. Еркек дауысты әйелде ұят болмайды, қыз дауысты жігітте қуат болмайды дейді. Одан туылған бала одан өтеді ғой жаңа майысып. Сөйтіп ғасырдан ғасырға барып, он балдар юбка киеді кейін сосын. Құдай қаласа Мұқанның дауысы жаман емес. Осы жерден айқайласа, қазығұрттың перебалына дейін барады. Галилет болмаса шығып кетеді, галилет болса жерде. Сол жерде тұра береді, жерде бүксіп айтады. Құдай қаласа өседі. Біреулер айтады, бұны неше оқиды дейді. Неше оқыған емес, бұның үлкен қызы 3 оқиды ағайындар. 2 қызы бар, 3-ші ұл болады деп қойды, мен сеземін, ол да қыз болады Құдай қаласа. Саты құдасы көп болады да бұның. Сол себептен Құдай қаласа енді өсіп келе жатқан жігіт. Ол әрине біреулер айтады, демеушілеріңнің дейді. Біз бейшарада демеуші жоқ. Осы жаққа келу үшін үйді және залогқа қойғанбыз үйді. Менің қатын бала шағам қайын жұртта, қазір қайын жұртым маған төркін сияқты болып кетті да. Жетісайға барсақ жатырқайтын болды, қайқа келдік деп жаңа. Үйді көрмей кеткенімізге. Құдай қаласа соны бүгін осы жерде халық жиналса, қайтып құтылам ба дегенім, бұл жерде де бір 70-80 тегін кіргіздік. Тағы бір жерде көреміз деп жатыр Құдай қаласа. Енді осы алғашқы әнді бастайтын Мұқанның орындауында керемет ән қыздардың құрметіне. Қошемет болсын кәнекей.
kevdemde ümittің оты, сайрайды жүректе бұлбұлдар тоды. Жарқ етіп найзағай ұшып түскендей, жанаты жанымның жалында бұды, жалында бұды. Замира, Замира, келші жаныма, ән болып тербелші арайлы таңда. Замира, Замира, келші жаныма, жанымды тербелші тағы да. Жалын Замира, әнім Замира. Жанымның сезімін гүлге, өзгерттің сен мені бір сәтте мүлде. Еркімді еріксіз еншілеп алып, іздеттің өзіңді күнде де түнде, күнде де түнде. Замира, Замира, келші жаныма, ән болып тербелші арайлы таңда. Замира, Замира, келші жаныма, жанымды тербелші тағы да. Жалын Замира, әнім Замира. Замира, Замира, келші жаныма, ән болып тербелші арайлы таңда. Замира, Замира, келші жаныма, жанымды тербелші тағы да. Замира, Замира, келші жаныма, ән болып тербелші арайлы таңда. Замира, Замира, келші жаныма, жанымды тербелші тағы да. Жалын Замира, әнім Замира. Баланы алсайшы айналайын. Алсайшы, ана гаршокте азында отыр еді ғой. Азаннан 9-дан отыр еді ғой, ана құйрығы қызарып кететін болды ғой. Алсай гаршоктен. Ой, ана мәстүрен баласын байғаша, ана саморындағы шайға көлер. Алсайшы бұлай, алшы. О, сорлы ана қоразға не жоғы, азында қуып жүреді ғой, ана тауықты. Жетамағаннан кейін қойса кетеді. Ей, тауықты қамаш, ана тауықты қамаш. Ей, о қора жетамайды, ол кене басып кеткен. Қамаш анан. Ей, жіберші не істейді екен, жіберші көрейік. Арманы орындалды. Болды. Тауық жүре берсін қорасы қама. Ай, құдай-ай, мынау сериал деген бәле болды. Қай каналға қойсаң сериал, қай каналға қойсаң сериал. Ай, осы біздің кезімізде сериал деген жоқ еді. Ойпырмай сендерге өтірік мағаншын. Бір бөлмелі үйде шалым, мен, 9 келінім, 9 балам, 27 немерем тұрамыз. Соның бәрі шалымыз екеуміз асырап келе жатыр. Ойбай, мен шалымды алжайын дегенде. Өткенде үйге бір 8 адам етіп кетті. Ай, бұны не қыласың десең, квартирант қылам дейді ғой, сорлы. Қаяғына жатқызады. Мен үстіме жатқызып қоямын ба? Қуа де болды. Айтпасы қайда жүр? Ей, Мәстүрә! Мәстүрә! О, сорлау, бұл да бір ыңғайлы кәлешік. Немен анау кен конттың кәлешік ұстап. Ай, өздерінің алаяғын кейсеңдерші айналайын. Не болды? Енді тез айтыңызшы, киноның не қызық жеріне келгенде не болды? Қойшы киноңды, қойшы айналайын. Осы албастан Шейх Ризат дегенге заказ беріп жүрген. Бүкіл ауылдың келіншектері жинап алып Қазақстан бірге ызбандапты. Бізден көре алмай қалдық деп. Оны ұр десек өледі, көзін көкшейді, сол албастың несіне қызығатын. Көп сөз ғой, көктем оңтүстіктен басталады деген. Одында әрекетіміз жасайық. Айтпақшы, былтыр қай келіндер туған еді? Туғанда өткен жылы әлгі қыз тумас туды апа. Оның жөргек пұлына көмірмен от түсірдік. Әлгі сұлу шаштың ақшасына бәнкі жаптық. Өлмескүлдің ақшасымен қарыздардан құтылдық. Света, Түймегүл, Ұлтуаш үшеуі туған жоқ. Ақ болар қысырғап жүр. Енді білмеймін ғой енді. Мүмкін қашпаған шығар. Тәйфәре! Немене қашпаған шығар деп?
Не қашыратын $20 саған? Сен де осы елім түрде емес аузына келгенде оттай салатын бәле екен. Көргенсіз десе. Көрсөз ғой мынада келіндер қайт. 9-да биылдан қалмай Құдай қаласа туасыңдар. Ана үйді бұзып орнына бір дұрыстау 3 бөлмелі үй салуымыз керек. Сол себептен dabай әрекеттер жасаңдар. Апа осы биыл тумай-ақ қояйыншы. 8 жылдан бері тоқтамай туып келе жатырмыз. Осы 1 жыл отпускеге шыққан жоқпын. 1 жыл демалайын жоқса. Неменеге тумайсың? Неменеге тумайсың? Апа, ана келіндердің биыл біздің мектеп бітіргенімізге 20 жыл ғой. Соған келіндердің барлығымыз тумаймыз деп келісіп апа. Келіндерің айт, план өзгертті. Көп сөз қойда 9-да әрекеттер жасаңдар dabай. Апа, тумай-ақ қояйыншы. Неменеге тумайсың? Шақыр бар тез келіндерді. Құдай-ай, ана жұмыртқа туып жүрген ана тауықтардан да бедер болдық қой. Естеңім айт, бар. Құдай қаласа сол тауықтармен бір күн фестиваль өткіземіз. Бір тауық 11 жұмыртқа туғанда бір баладан туып тұрасыздар, Құдай қаласа. Ай, өзі айналай, осы келінің домалақ болғанда рақат екен ай. Екі қабат емес екен білмейсің де, қашан көрсең бала көтеріп жүр, кімкі десең менкі дейді айналайын. Өзбекстанның қызы ғой, Өзбекстан. Мен де Өзбекстан кімін. Ай, осы Қазақстанға тұрмысқа шығайын деп атқаннан дәдәм менен аям, ой, қазақтарда неме бар. Атак бәрі бар екен де қазақтарда. Өзбегің не болды? 2 баладан артық тууға болмайды. Қытайың 1 баладан артық тууға болмайды. Біздің қазақта норма жоқ қой. Шалың ұрып тұрма, туа бер, 15-ке дейін апар. Зато сен туған сайын жүргек бұл береді. Сен зарядтап қояды сен, тағы тусын деп. Құдай қаласа енді 9 келінім 9-да туса. Биыл қыз туғандарға 100 мыңнан жүргек бұл береді, Құдай қаласа. 9-да 9 қыз туса, 900 мың теңгеге бір 3 бөлмелі үй салып, Құдай қаласа. Немерелерім боғына батып жатпайын ба? Ал, келе жатыр. Гүлденген әлем, келіндерден енемізге жалынды, сәлем. Көп жасаңдар. Мұрның едіріп кет болсын салса. Бас ет. Африканский ісінде көрші, кет жар, тұрш. Не болды, қараспанды басына көтер, не болды? Апа, өзіңіз айтыңыз, тумаймыз деп ке, бәріне айғайлайды деп, тумаймын деп. Қайсы тумайтын? Мен апа тумайтын. Дін ислам дінгегім. Неменеге тумайды екесің? Апа, өзіңіз ойлап қараңызшы, қалай туам мен? Қаным аз, давлением болса да аз. Сөйте тұра қалай туам мен? Бензинің аз болса да туасың, естің ба? Датчигің бүйтіп жатып қалса да туасың. Туғанда 4 жылда 2 туасың, 4 жылда 8 туасың сен албасын, естің ба? Сен осы үйге келін болып келгенде неше оқитын сен? 8 оқитын ғой сен. Мен айттым 11-ді бітіріп аттестатыңды алып кел, сосын келін қылып алайын дедім. Ойбай бұл үйден кетсем уксус ішіп өлем деп. Осында ит екенін білгенде сол кезде уксусқа мариновать етіп шашып жіберу керек сен, шашылып қылып. Көргенсіз бұл албасында кірмеген діні жоқ. Үйеге ба дейма, бірдеңеге кірді. Бейт қолын шеге қақ болған Иисус Христосқа кірді. Кітап сатып бәле болды, үй кітапхана болып. 1-ші класстың балдары келіп, әліппе бар ма деп. Енді мынау хиджаб киіп адам болғаны. Бұл албасты тағы да өткенде осы барыс жылын бір дұрыстап қарсы алайық деп жаңа жылға бір үлкен қазы қартан сақтап қойғанбыз. Жемейміз әйтеуір, күніге қасына бар соткамен суретке түсеміз қазымен. Сөйтсек мына албасты жылан деп лақтырып жүрген ғой ана. 2 ай ет жемей өліп кетейін дедік. Көргенсіз десе, енді деп маған қарап тумайым деп. Көп сөзді ғой. Анау Құдай қаласа 5 қыздан кейін 6-шы ұл болып қалар, әрекетін жаса. Қойыңызшы апа, жанымды қинап, тусам да қыз туам, мен қыздан басқа не туам, пешенеме тек қыз туам, бала туат деп атпай мен. Бір жерінен палашпай тыныш тұр, естің ба? Туасын дегенсің туасын, маған қарап шошаңды тілің сәл өтпесен, естің ба? Bir gün тілің суырып алам, сосын 10 саусақпен сөйлеп жүресің бейді. Неміс, берге, көк көз десе. Апа, біз амал жоқ туамыз ғой енді апа. Туатын білем, айналайын, ана балдарын сәл сібетін өзгерші. Көздерің көк шүйді құтты неміс сияқты ойналайын. Енді апа, Алланың берген баласы ғой апа. Қоя, Алланың бергені ма? Жоқ аршаны көрші алда бергеннен көтергенің ба? Қойшы апа сізді. Бір балдары сүйкімсіз ау, Құдай сүйкімсіз ау. Өткенде бір осы пенсияма доп алдым. Немерелерім футбол ойнай қойсын деп. Сөйтіп шайшып сыртқа шықсам 27 немерем футбол көрейін десем. Мына албасының 8 немісі бір команда, 19 немерем бір команда. Қотты Германия мен Қазақстан ойнап жатқан сияқты да. Аяқтары өз сияқты маймақ допты плотно қайтарады. Бүйтіп тұрып қайтарады дейді. Бүйтіп қайтарады. Bir жағымсыз, бір құдалық тойдан бір кәмпет пішінен әкеле жатсаң алдынан немерелерің жүгіреді ғой. Мыналарды қорбалаңдап қалады, мынан 8 алдына шығады. Әже деп жүгіргенде, 8-і жүгіргенде құтты бір немісіне шабуыл жасап келетқан сияқты ғой. Автоматты алып, деп қырып тастағың келеді. Өзгертсіп етін. Жарайды. Тағы бұл албастылар Абайдың өлеңін айтады ғой, көзімнің қарасы деген, оның не қатысы бар екен. Черный глазаға билеп. Инелік, сен не қылдың? Ойбай апа, мен дайынмын. Ішімде 4 айлық балам бар.
апа қазір мен ана бір балыққа жерік болып жүрмін да, өткенде телевизордан көргем ғой, бекіре деген балық бар ғой апа. О, сорлау, ей, телевизор деген неменеге жерік болсын, үйдегі бар нәрсеге жерік айналайын. Мен сол жерік болған әперет деп тұрсын ба? Үйдегі бар анау картошканың қабығына, болмаса жуындыға жерік болып үйрен. Ештеңе жоқ саған. Бер қара, сен осы өзіңнің күйеуіңнен көтеріп жүрсің ба? Ойбай апа, енді не? Бүкіл ауылдың еркектері жабылып мені көтеріп жіберді дейсіз ба? Ол да шығады сен, ол да шығады. Қойыңызшы бір. Өткенде осы бір-екі жұмыс жасаса 2 сағаттан кейін бірақ келесің ғой сол үйден. Сол үйден шығып барасың, сол үйдің еркектері бір президентпен қоштасқандай бүйтіп тұрады ғой саған қара. Мынадан да шығады, сыпылдақтан да, сенен де шығады сол. Бер қара, айтпақшы, Үсеннің қатыны қайсысы? Асандікі ше? Осы екеулерің байларың ауысып кетіп жүрген жоқ па? Қайдағыны айтатыңыз бар, не қойыңызшы енді? Қайдағы болғанда сен балдарың мынакіне ұқсайды ғой енді. Мен туыс болған екеуім ұқсайды да енді. Қоя, туыс болғаннан кейін ба жағайда ана бір бөлменің ішінде төсек ауысып кеткеннен кейін ұқсайын ба? Туыс болғаннан кейін деп қояды ғой. Африканский слегушка берге. Бәлем бәрі осыдан шығады. Сен не қылдың? Ойбай апа, талмай тұрсыз ба, мен Қасеннің әйелімін апа. Ой, сорлау, Қасеннің әйелі екен, білем, туасың ба деймін мен саған. Апа, мен осы егіз туамау деймін негіз. Қой, қаяқтан біліп қойдың оны? Ана өзгеше фильм бар ғой апа, анау Зәкілер деген ше, анау өзгеше фильм. Немене? Анау Фатима Баз Зухра деген ше, анау өзгеше фильм бар ғой. Сорлау, егізәкілер десе, егізәкілер. Зәкілер несі тағы да бұны? Білмеймін апа, соны ше қазір бір апта болды қазір түсімде көріп жүргенім ше. Сол құдай қаласа егіз тусам, інім тойға жатыр, соған бір жақсы өзіме бір құйып қойғандай бір көйлек алмасам, әдемі қылып бүйтіп жібереді. Көйлек аласың ба? Мін аласың көйлек дестің ба? Ешқандай көйлек жоқ, езің жүріп кетпесін. Енді апа, бір қалаппен жүргенімізде 9 жыл болды ғой. Әріп жүріп кеткен. Мына жеңі төгіп жарамай қалған. Мына скотчпен жабыстырып, амалда өлетін болып қой. Бір күн бұны жеңінде сабыра түсіп қалса осын. Жеңі түсіп қалса футболка қылып киіп жүре бер. Қойыңызшы. Қайта 9 жыл тоздырмай киіп жүргеніне рахмет десеңші. Өткенде жаңа жылға да осы қалаппен барды. Жұрттың барлығы мен жалмауыз кемпір деп ойлап қалып. Жалмауыз кемпір дегенде қуан. Оны просто кішкентай балдарды қорқытайық деп жалмауыз кемпір деп айтады ғой. Біле берсең, жалмауыз кемпірдің 4 дипломы бар, 4 университет бітірген. Сен айналайын жалмауыз кемпір, сен қасында кукла ғой. Сен мына түрің Шварценеггердің ұрғашы сияқты ғой, айналайын, иә. Бет-аузың темір сияқты болып тұр ғой. Сосын апа, маған бір носочка беріңізші. Немене? Носочка, жұрттың әйелдері киіп жүрген, жататын кезде киетін ше, носочка. О, сорлау, нәшілөшкін дейді ғой. Бұған бола береді. Нәшілөшкін әлесін. Мұнан жеңі түсіп қалса, күндіз футболка жатарда нәшілөшкі болады. Ақыр биттек кеткесің ғой, бар, кетші бар. Кетші. Зіпі, берге. Айтпақшана үш абысының үшеуді екі қабат қой, көрдің ба, сондай бол кереге айтпақшы айналайын, толғақтарын кеп бір туатын кезде құдай үшін перзент қанаға барымда ша. Өрістен қап кеткен ешкі ұстап үйде туа салатындар жама сен дедің, әр қуысқа жатып алып. Давай үйде бала ойлайтын жай алып тағамаған. Не болды апа? Сарат адам бетіне басып айт. Құсақ осы үйдің балдарын туат қой, не болды соншама? Сен сұрақ қоймас, кетші бір. Қойшы, туам. Қар адамның бір іресіп тұрған, кетші бір, сөйлемеше. Бер қараңдар, биылғы план былай. Ана бір бөлмелі үйді бұзамыз. Соған қыруар ақша керек. Сол себептен бір бәріңде биылдан қалмай туасыңдар. Сендердің жүргек пұлдарыңа үйді саламыз. Бұзақ сол үйді. Ана полын бәрін сары құмырсқа батып кетіп қой, үстімізді жыбыр-жыбыр өлтіретін болды ғой. Сары құмырсқа ештеңе емес айналайын. Бір бөлменің ішінде қайсының қай кезде дивизионеге тұратын жаттап алдық қой. 11-де ананың Үсен тұрады. 11:45-те мынаның Асан тұрады. Құдай жаным, Қасен бар ғой. Бір жатта өмір тұрмайды ғой, мен Қасен бар ғой. Мына дін ислам діңгегім шығады, азында 4:30-да құманын алып. Кешкі сағат 9-да бірақ келеді, қайқа барып жүрген білмейсің. Мана сорлы немістің байын не айтып атқан түсінбейсің, өзі манқа. Қасен деп келеді. Мынау да болса деп 9 айда кейін екіқабат болып тұрады да, қаяқтан ауа жұтып екіқабат болып жүр ма? Как былай, айтпақшы анау тойларда бір сценарий көрсетіп жүреді ғой бір келіншектер. Қайсы апаны тойдың басында алас мың бір бәледен қалас. Өз қолыңмен, өз аяғыңмен кел дейтін ба адырасында. Солар құса тойға шығып ақша табамыз. Ойбай, апа, онда мен ана тойдың басында ше қыдырата болайыншы. Немене қыдырата деген? Тойдың басында бата береді ғой. Қош енді қазақтың мазақ қылған еді қыдырата еді. Айналайын, біз осы жас кезімізде 30 күн оразада бір күнді қадір түні деп, сол күні тәттімізді ағарғанымыздайында ойбай осы қыдыратаның шылауына іліп қалайық, қыдыратаның шылауына іліп қалайық деп тіленіп отыратын ек. Қазір ондай жоқ. 3000 теңге берсең тойыңа қыдырата ұшып келе беретін болды. Мынандай микрофон тағып алып. Тағы да оның шапанын көріп, аумин деген кезде сақалын көріп арақ ішкің келеді.
Аяз атаның сақалын жабыстырып алған. Керек жоқ ондай. Апа, тойда мен келіншектің оң жағынан сүйеп сәлемсеп тұратын жеңгесі болайыншы, апа. Оған сен бойың жетпесе сүйінші деп жүгіретін бала боласың андай. Апа, тойдың басында не істейміз өзі? Тойдың басында билейміз. Өле, қайып билейміз, позор ғой. Сен сұрақ қоймас, кетші бар, сен сұрақ қоймас. Кетші. Жеркенішті бар, түрсе. Айтпақшы бар, бана абысындарынан хабар ал. Біреу ыңқылдап атыр еді ғой. Берге, сіпә. Берге. Сіп ет төркінге қарай тартып қалма болып ма? Қойыңызшы болғанда айналайын өткенде 70 теңге бір сүт әкелесем, бәңкіде жоқ, 70 теңгеде жоқ, төркініңді шашып жүр дейді ғой. Өзіне 10 жас кішілермен дискотекада шашып. Бар да бай қараны абысындарыңа тез. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз, апа. Мен не істеймін соңын қайталайсыңдар. Ұқтыңдар ма? Ай, біз семенні билейін деп атық. Шабала құрып қойыңыздар қанекей. They don't really care about us. Skinhead dance, everybody dance. Situation aggravation, everybody got a kiss in the suit. Everybody gone, bang bang shot, yeah, everybody gone. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Ойбай, апау, сіз басқаша билеп кеттіңіз ғой? Иә, апа. Астапыралла дөнді. Астапыралла. Көз алдыма Майкл Джексон әруаға аян берді. Ойбай, не дейді апа, не дейді? Құдай қаласа хит боласын дейді. Апа, күшті болды апа. Керемет, адамдардың бәрі ырза болып жатыр апа. Апа, енді бұған ана бейшілер ұқсап бір жақсы киім тіктіру керек апа. Құдай қаласа киім болады. Киім болғанда үстеріңе жылтыраған алтыннан жалатқан қазақша көйлек. Бастарыңа сәукеле. Төбесінде тауықтың құйрығы. Аяқтарыңа мынандай каблугі бар туфли. Саған мынандай каблугі бар туфли. Өйтпе. Сен дініңде өйтуге болмайды. Бер қарап тұр. Тыныштыр. Дін ислам, дінге кім десе. Айтпақшы, ойбай, сендердің жүргек бұлдарыңа үй салсақ. Бұған ақшаны қаяқтан табамыз? Ақша? Ойбай, ақша дейді, проблема болсын. Ойбай, жаман шаршап кеттім ғой, шеше. Ойбай. Апа, біз ақша таптық. Таптық, апа. Менің келіндерім жоқ демейді ғой, табады. Дәл апысын айтыңызшы. Мен ба жоқ, өздерің айта беріңіз. Оған түсінбеймін. Немісшеңше. Өздерің айта Үйлен қағасын, айта салшы. Осы адай дұрыс айтшы. Мен айтайын ба? Не, апа деймін да. Абысындар айтып жатыр да сізді. Бүйтіп қарағанда апамыз жап-жас қой дейді да. Ана кәрі кемпірлерге түк ұқсамайды дейді. Құдайға шүкір. Мен көшеде кетіп баратсам, мені 68-дегі кемпір деп ешкім айтпайды. Мынау 68 жыл қызын ағып жүрей дейді ғой. Мен де қыз болғам, қазағың айтқан қызың кемпір болмай ма, футболкың жемпір болмай ма деген айтады. Сол енді апа жассыз ғой деп жатырмын да. Мына келіндеріңізге ұқсап сізде бір балаға әрекет жасап көрсеңізші. Иә, апа, сөйтіңіз. Мен де 68-ге туым керек ба? Мен де ма? Көргенсіз албасты. Дін ислам деңгегім, сенің істеп жүргенің ба? Сен екеуің ба? Оңбағандар. Енді 68-ге келгенде туып тұрсам мен, сол бала ұстап, бүйтіп, 70-ге келіп жетісіп, бүйтіп әлдей деп. Кешіріңіз апа. Болады бірақ. Апа күшті болады апа. Бірақ ойбай. Жарасады апа. Енді анау 9-ың келін болып келгелі бері 9 жылдан бері аталарың маған деген желан есте қалмаған шығар. Ойбай апау, атам дайын ғой. Шал десеңіз деп жетіп келейін деп тұр ғой. Иншаллах апа, атамыз айғыр ғой.
ойбай, бір жаққа бір құдалыққа кетіп қаласың ғой, бір-екі күн жоқ болып. Ауылдың автобусына түсіп жатсаң, шал маған қарап не дейді десейші? Не дейді апа? Кемпір дейді. Ау, шал десем. Кісінейді ғой. Әй, ойбай, бірақ айналайындар, ей. Ана бір бөлменің ішінде 9 жақтан бір төліп люстраға ұсап тұрсыңдар. Мен не істеймін шал екенбіз? Давай бізге мешайт етпеулерің үшін. Балдарың мен байларыңды алып төркіндеріңе 4 күнге кетесіңдер. 4 күнге ме? Бірақ аталарыңның маған деген атына шенесі ұрып тұрса, тағы 4 күн берем, 8 күнге кетесіңдер. Так, абысындар. Сразу айтып қояйын. Жаңа колготки менікі. Осы сен деді. Осы сен сол колготкиге жабыс қалдыңдар. Біз ол қашан келіп сол колготкиді. Бір гамажбен жүріп өлетін болдық қой. Гамажымыз қазір гамаж емес, голдей болып кетті ғой бұл гамажымыз. Резинасы қазір жеп болып кетті бұның. Жеп болсын. Адам деген өз денесіне лайықтап тұрмай ма екен әрі? Не болыпты? Мен үлкен қызым көк колготки қақты, орынкөл. Айтпақшы береді, үшеуің бір 50 теңгеден жинап бір колготки алған еді. Соны маған әкеп бер, шалыма киіп барайын бір дұрыстап. Сосын не ғой? Аталарың айтыңдар, ана Қыдырға қонаққа барған кезде тағатын протезін тағышсын бір махаббат. Әй, бір үштік орбитап келесесің, боп ма? Жарайды, апа. Апа, сәттілік. Рахмет, аңдымаңдар. Несі бар екен, күлмеңдер. Махаббат жасқа қарамайды, аш адам асқа қарамайды деген. Құдай қаласа 68-ге тусақ, атын 70-ге қоя саламыз да. Несі бар екен, ай, шалғаяқта жүрген, шал! Ай, шал! Шал!
жұрттық емес пе, қош айттың балалық сен елес пе, қарындас деген жұбаныш екен. Қолы сасып жобыңмен келесің, еркелік түсіме сен енесің, көгершін құсым бағына ұштың. Қарындас асылардағым дедім, қиялмай әнге салғаным менің, қарындас ашылсын бағың сенің, жаным менің. Бір Аллах болсын тірегің сенің, бақытты болшы тілегім менің, сағынар сені жүрегім менің, қарындасым. Табиғат сыйлаған ақылымсың, біреудің сенде бір ғашығысың, бақытын тапсын, шырағын жақсын. Сыймастық неткен сол сезім еді, елжіреп жүрегім езіледі, шырқалсын әнім, жылама жаным. Қарындас асылардағым дедім, қиялмай әнге салғаным менің, қарындас ашылсын бағым сенің, жаным менің. Бір Аллах болсын тірегің сенің, бақытты болшы тілегім менің, сағынар сені жүрегім менің, қарындасым. Әнге салғаным менің, қарындас ашылсын бағым сенің, жаным менің. Бір Аллах болсын тірегің сенің, бақытты болшы тілегім менің, сағынар сені жүрегім менің, қарындасым. Қарындас асылардағым дедім, қиялмай әнге салғаным менің, қарындас ашылсын бағым сенің, жаным менің. Бір Аллах болсын тірегің сенің, бақытты болшы тілегім менің, сағынар сені жүрегім менің, қарындасым.
Бақтар күлтеді біздің қырдағы, жаңбыр жауды да көктем жырлады. Өткен күндерде бүгін жоқ белгі, тұрып қасыңда көрдім көктемді. Өткен күндерде бүгін жоқ белгі, тұрып қасыңда көрдім көктемді. Кетті ұмытып, мәңгі ұмыттың, жібінісің ой, нәзік Ey ağayın бұл Алла тағала бала берсе, базарға жібереміз. Бала бермесе әулие аралап кететініміз рас. Рас қой, әулие аралап кететініміз рас. Міне Құдайдан жалынып, жалбарынып, 10 жыл дегенде әйелім дүниеге бір ұл әкеліп еді. Ай, бір өзі 10 балаға татиды ғой. 10 балаға татиды. Ей, мен мықты композитормын ғой. Мықты композитормын ғой. Мен ән айтқан кезде таң қалатын. Ойбай, бұлбұлдың дауысы қайдан шығып жатыр? Бұлбұлдың дауысы тыңдаңдар деп таң қалатын. Міне оңбаған ана балаға айқайлайын деп ақ тамағым осылай болып бітті. Ана мектептегі мұғалімдердің бәрі шындық іш берген. Бірінші классқа барғаннан 2 апайын шындықанадан бірақ шығартты оңбаған. Қазіргі таңда ана жиналысты мектепте емес, үйде өткізе беретін болдық. Оңбаған. Келе жатыр міне, тағы бірдемен білдірген ғой бұл. Жіберші апай, құлағым жіберші. Апай деп жай айтам, апай. Өмірзақтың қатыны жібер құлағымды. Жібермеймін. Мен сен құлағынан тартып өне жездең ба, тарт қолыңды. Немене апай деген шелек бола бересің? Ай, оңбаған. Тағы бірдемен білдірген ғой бұл. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіздің мына фантомасыңыз бар ғой, мына фантомасыңыз бетіңізге айтайын. Мына тұрған бетіңізге айтайын. Адам болмайды мынауыңыз. Бұлыңыз бар ғой, мынау этика, синтетика дегенде нөл ғой, бұл нөл. Қой? Бұл дегеніңіз мен точно бір күні өлтіреді бар ғой, өмірден де түңіліп кеттім осы. Мен өлем. Қойыңыз апай, ондай жаман сөз айтпаңыз. Жоқ, бұл жаман сөз емес, мен өлем дедім бе, өлем мен. Апай, сіз әзір өлмей тұра тұрыңыз? Әзір өлмей қоя тұрайын ба? Қашан өлейін енді? Осы алда келе жатқан пешенбі ма өлсеңізші? Пешенбі күні өлсеңіз, жұма күні жұма намаздан кейін шығарса, бірден жұмаққа барасыз ғой? Өзім шығарып салам, боп ма? Ойба. Соғын өліңіз. Жүрегім ай. Естіңіз ба, балаңыздың айтқан сөзі? Ой, оңбаған. Мен мынауыңыз бар ғой, мектептен құртам дедім бе, құртам көресіз. Қойыңыз апай, баламен бала боласыз. Баламын ғой. Папа, екінші қатынға барам, папа, екінші. Оңбаған. Қойыңыз апай, одынды көр жиналысты бастаңыз. Баламның кемшілігін айтыңыз. Болмаса, жетістігін айтыңыз. Жетістігін дейді. Сіз мына оңбағаннан қандай жетістік күтіп жүрсіз сіз, а? Қойыңыз бар. Онан да сіз мұның ана сабақта айтқан сөздерін естіңіз. Ужас қой, ужас. Мұндай сөзді мен үйдегі күйеуімнен де естіген емеспін. Күйеуіңізден қайтып етсіз, күйеуіңіз торымыз біреу ғой. Қашан көрсең көшеде сүтпен айран сататта жүреді. Одан қайтып естейсіз. Мен кеттім. Мына балаңызбен бар ғой, сіз өзіңіз сөйлесіңіз. Апай, ана түсті анау. Қайтып мініп кетті. Ей, оңбаған. Ей, оңған. Тіліңмен жанына сүйене бермей. Не дедің ана апайыңа? Даусың зор да, папа. Не дедің? Өзі ғой, папа, өзі ғой, бәрі басқа. Не? Сондай да сұрақ бола ма? Қандай? Математика сабағы болған, маған айтады, бірешекке бірешекті қоссаң не болады дейді. Апай дедім, ол екен қоспа қояқ дедім мен.
сөйтсем сенің сауатың жоқ, бірешекке бірешекті қоса алмайсың, бірешекке бірешекті қоссаң не болады деп қояды. Қырғын болады апай дедім мен. Қалай қырғын болады? Қалай? Қойшы папа, түк білмейтін адам құсыр, немене ол? Жоқ, енді балам, енді қара, бері қара, енді қараса енді міне, бірешек, оған бірешекті қоссаң не болады? Папа, ұрғаш ешекке еркек ешекті қосса не болады? Қой, сонда бір ұрғашы ма не? Ой, мынауың қуады ғой мынауың. Еркек ешек пен еркек ешек қосылады дейсіз ба? Ешектің бәрі сіз сияқты емес ғой. Мына, айналайын сенің, мына апайың есі дұрыс па? Қандай сұрақ қойды? Оңбаған. Апай құдай қаласа жындыхана келеді, бір апта қалды. Киімдерін дайындап жүр өзі. Одан кейін не болды? Одан кейін біздің апай қуады. Жұрт Наурызға дайындалып жүрсе, біз жаңа жылға дайындалдық қой. Біздің мектепте әлі барысшылы келмеген 2009. Қой. Сол күніге Аяз ата келіп тұр. Анасы Аяз ата күніге шаршап кетті өзі біздің тақпағымызбен. Аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Аяз атамыз келін болып кететін болды, сәлем салып. Сосын айтты маған, осы фантомас тұр орнынан деп қойды. Не болды апай десем, саған жұмбақ деп қойды. Бір күні Аяз атаға бір кішкентай бала хат жазды. Аяз ата маған жаңа жылдық подаркаға бір кішкентай бөпе сыйлаңызшы депті. Сонда Аяз ата ана балаға не деп жауап жазды дейді. Енді құдай сонда түсінбедім мен, балам қараса, міне кішкентай бала Аяз атаға хат жазған. Маған кішкентай подарка ретінде бөпе сыйлаңызшы деді. Сонда Аяз ата кішкентай балаға не деп жауап жазды дейді ғой енді балам. Мен айттым, онда сұрысын мамаң жібер деп жазды дедім. Ой, молодец, ой, балам. Қатырысың сен, бала оны. Адам деген ұстаз ғой, солай сөйлейін мен. Сондай сұрақ бола ма енді? Екі солай сөйлесу ма? Әрмен қарап не болды? Сосын бір кезде апай шығып кетті. Сөйтті де бір военный киінген біреулер келді ғой. Ойбай, олар кімдер? Военкоматтан ба, қыздардың бәрін шығарып жіберді, балдардап қалды. Сендер Қазақстанның болашақ азаматсыңдар деп бізге айтты. Сосын маған айтып қойды, осы қыздар неғып әскерге бармайды, соны кім біледі деп қойды. Мен айтамын дедім. Молодец, не дедің? Өйткені қыздар әскерде жатыңдар деген бұйрықты басқаша түсінеді дедім де мен. Ай, басқа жауап таппадың ба, басқа жауап. Папа, дұрыс қой, енді қыздарға жатыңдар десең, жігіттер ұқсап, хоп деп жатып қалмайды ғой. Қыздар жатыңдар десең, жатады ғой майсы балым. Олар не деді? Ұрысты маған. Ұрысады. Сен Қазақстанның болашақ азаматсың, ант бер деді маған. Ант бердің ба? Еркек болғасын бересің ғой. Не деп бердің айтшы? Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Үкібасұлы Фантомас. Отан үшін отқа түсуге. Молодец! Кеудемді оққа тосуға. Молодец! Соңғы демім. Демім таусылғанша. Еркексің балам. Фашистер ұстап алам. Фашист біздің Қазақстан қыздарына тиісіп тұр. Бұтшын шығарам деп айтуға. Ой, молодец, еркексің. Ант беремайым дедім. Мана. Ант беремайым дедім. Ойбай, неге беремайым дедің, неге? Айдаладағы басқа класстың біреуінің шашқысы батса, мен өлім керек болсын да. Ой, құдай, осы сен бала мен ақыр өлтіретін шығарсың. Ай, өлмейсің папа, сен өлмейсің. Так, одан кейін не болды? Сосын бір кезде қайт апай келді. Сөйтіп бүйтіп қойды маған, Фантомас жүгірмек деп қойды маған. Сен осы абай жолын оққасың ба деп қояды. Апай оқығам дедім, сізден сауатың жоқ, 10 парағында бір секіріп оққан шығарсың деп қояды. Апай дедім, сіз не деп тұрсыз? Құдайға шүкір, абай жолын оқыдым дедім, Шоханды оқыдым дедім, Человек-паук бәрін оқығам дедім мен. Сөйтсем маған бүйтіп қойды, әр жерін секір оққан шығарсың деп қойды. Сосын бетін, сіздің үйіңіздегі DVD сияқты секірмеймін деген апай чорт болып қалды ғой. Ай, молодец, одан кейін не дедің? Сөйтсем маған не дейді дейсіз? Сен де әкең сияқты оңбай келе жатыр екенсің ғой. Әкең сенің жас кезінде ешак ет деді ғой, сізді ешак деді ғой. Қой? Ешак деді. Ойбай, өзінің түрін біліп алмай ма? Аузында бір тісі жоқ, кетік десе. Папа, сізді әшейін ешек деген жоқ қой. Кәрі ешек дейді, кәрі. Қой. Құлағы құрттап кеткен дейді. Арқасында мынандай жауыры бар дейді. Үстін келе басып кеткен ешек дейді. Даусынан дейді ғой, сіз салды ғой. Кәрі ешек деді ғой, бір жаман қып айтты. Мен ешек дегенде шыдап тұра бердің ба? Шыдай алмадым мен, папа. Не дедің? Апайға айттым, апай, вы что дедім. Что говорит дедім мен? Что говорит дедім? Менің әкем ешек емес дедім. Ешек емес? Менің әкем ешек емес дедім. Ешек емес? Менің әкем әлі тайқар дедім. Мен соның қодығымын дедім ғой. Не болды папа, қойшы. Қойшы бабай, қойшы. Сен мен тайқар деп тұрсың ба? Енді кәрі ешектен тайқар жақсы ғой. Қазір көкеңді танытам. Қойшы папа, папа қойшы. Папа, қойшы папа. Папа қойшы. Папа, өз-өзіңе жауап бере аласың ба? Жауап бермейді деп тұрсың міне? Қазір мамам шақырсам лоқ болып қаласың ғой, тұршы бар орнына тұршы.
Тұрсайшы. Сенің бар ғой, сол мамаңмен қосып бар ғой. Іштеңіз. Мамаңмен қосып. Мамамды қайда, мені бірақ іштеңе істей алмайсың. Мамама қоспақ қой мені. Не болды одан кейін? Одан кейін ән сабағы болды ба? Ән сабағы. Маған айтты, осы алдағы 8 наурызға кім ән айтады деді. Мен айтам дедім. Менің әкем композитор дедім. Сіз айттым ғой. Молодец. Ай, мен бір марқайып қалдым. Ой, мен мықты композитор ма? Мен айттым, Шәмші Қалдаяқов әннің королі болса, менің әкем әннің президент дедім ғой. Ой, молодец. Қайсанды айттың? Жібердім ғой, бaba, жібердім. Қыздардың бәрі соткеге түсіріп жатыр. Батерекелер отырып қалса да бұдырық деп түсіріп жатыр. Қыздарға фантомас дейді. Не шумейте, одноклассница, не шумейте деді. Тиха дедім, через один түсірдім. Бір өліп түсірдім дедім. Қыздар талатып, апай ысқырып отыр. Фантомас деп. Тиха дедім, одноклассница, учительница, тиха дедім. Қайсан? Жібердім ғой, баба. Дук-душ, көрші ауылға бір қыз келді. Баласы бар, байы жоқ. Ондай қызды кім алады, өзі тағы естер соқ. Ондай қызды кім алады? Ай, басқа таппадың мені, басқа. Одан басқа ән білмейсіз ғой сіз. Құдай ай. Оңмаған. Папа қой, папа, көрші ауылға бір қыз келді. Алысқа кетушісіп жастық уақыт, сонда да өмір қызық, өмір бақыт. Жанымды тілім деді кейбіреулер,
Бол. Қайда? Ей, музыканттар қайда, бишілер қайда, нан қайда? Енді тұрыштық па, не болды айтсаңшы? Ойбай, ана аудан әкімнің орынбасары келе жатыр екен. Өзі сондай салт дәстүрге жағын кісі екен. Соны күтіп алуға дайындық жасауымыз керек. Тез арада нан алып шығатын бір қыз, би билеп шығатын бишілер, бата беретін бір шал. Тез, тап бол. Енді нанның не керегі бар, әкімаға тамақ жеп келетін шығарсың? Ей, аштан аш келеді деп кім айтты саған, а? Ей, келген мейманға нан ауыз түй демеуші ме да? Көп сөзді қойда бол, кіріс. Батан кімге бердіңіз? Ай, батаға бір шал тапсаңдар, жөні дұрыс. Ойбай ау, әкім аға ауылда бата беретін шалдың өз жоқ қой. Шалдардың бәрі жастары 60-қа келсе де әліге шейін арақ ішеді ғой. Ойбай, ана орындайдың баласы. Ана имам емес пе дос ауылдың ана кім еді? Қайсы? Әнтөшті айтады. Әнтөш! Қойыңызшы. 10 күн имам болса, 10 күн Иван ғой ол жүрген. Ой, Иван болмақ түгілі, Саша болса да. Соны тауып көл, бүгін шана арағын ішпей тұра тұрсын, мен кәскенім. Түсіндің ба? Жарайды енді. Жексен, берке. Тез барып әнтөшті ертіп кел, тез бол. Қап болады. Өзіңде қосыл өшіп кеме тағы. Құдай қаласа. Құдай қаласа дейді ғой бұл. Бишілер, кеңдер. Бұл, болмай, бол. Мен яп, сұлып тұрыңыз бол. Шаштарың кәні, шаштарың? Басымыз биттеп кеткен еді. Кеше Леникада апайымыз алдырды сат шашын. Бопты, бер қараңдар. Мына ауылымызға аудан әкімінің орынбасары келе жатыр екен. Соған шығып сендер билейсіңдер. Одан кейін бер қараңдаршы. Сендерден бір өтініш, ана Наурыз деген билерің билемей-ақ қойыңдаршы, Құдай үшін. Теге сол билерің қоймайсыңдар. Ана Наурыз мерекесінде де сол Наурыз, ана жаңа жылда да сол Наурыз, 9 майда да сол бір жаңа билерің бар ма одан басқа? Бар. Аты не? Наурыз. Сонда Наурыздан басқа жоқ па? Жақында итальянская би шығарғанбыз. Жақсы. Аты Наурыз. Жарайды, сол Наурыздарың билендір. Одан кейін сен қыз ана әкімнің алдына шығып нан бересің, бір әдем нан әкелуді ұмытпа. Нан? Нан. Кеше бауырсақ пісіргенде көп пісіріп қойыппын. Bir келсем бауырсақ әкелсем бола ма? Сен неге бауырсақ бер, Құран оқытайын деп пе едің? Көп сөзді қойда дайындал бол. Әкелем. Кел, Әнтөш, кел. Қалайсың? Ассалаумалейкум. Екі үстеңің бар ма? Неменеге? Кеше туған күн болған еді, басым сынып тұрды, екі үстіңге берші. Әнтөш, сен бер қара. Мына ауылымызға бар ғой, аудан әкімінің орынбасары келе жатыр екен. Соған сен бата бересің, кім біледі? Батаң ұнап жатса ауылымызға мешіт салдырып беретін деді. Мешіттің не керегі бар? Ана біздің гараж бар ғой, гараж болады ғой. Жүгілейді шығарып жересінде намаз оқып болғаннан кейін жүгілейді кіргізіп қоясың, болады ғой соны, екі үстіңге берсе, екі үстіңге. Әнтөш, мына әкім келіп кетсін, одан кейін қалаған арағыңды өзім әперем мен. Еркекше ма? Иә, еркекше. Молодецсің ғой сен. Одан кейін ана үстіңе әдем бір шапан ба, бір әдем нәрсе киіп. Қаланбай көкем шапан киіп келем ғой. Қаланбай ма, маланбай ма білмеймін. Маланбайда жоқ, қаланбайда бар ғой, қаланбай көкем шапан. Бопты, маланбай көкең шапан, одан кейін ана аузыңа. Ой, орбит па бірдеңе шайнап кеш, айналайын, ау туалет боп тұрсың ғой, туалет. Туалетте қояды ғой. Менің аузыма біреу далаға шығып атқан көрдің бе не? Мына тұр ғой, тағы үш ағапта болды ғой, үш ағапта сен өзің. Сен не ап тұрсың, киіп келсем маланбай көкең шапаны. Шапан киіп келейін. Келді. Дайын ба, нан? Дайын. Алдына шашу шашамыз ба? Қайдағы шашу, не келін күтіп алайын деп жатсың ба? Ойың шақмаға онда әнмен қарсақ ана ән бар ана. Елім менің аңсаған деген ән шақы. Оны аяқ астынан кім айтады саған? Ауылымызда ғана Құдай бергеннің баласы бар емес пе, Қанат? Әнші дейді ғой, ауылда тойларға 3000 теңге шіп хит болып жүр дейді ғой сол. Қанатын кім? Жанар Айжанованың інісі ше? Жанар Айжановаң кім? Ойба, әкім аға танымай қаласың, ана бір ән бар ана. Қырманға кел қалқатай деп айтатын әнші ше? Жарайды, бастан шашым қалай, нәрмен тұр ма? Тұрып кетті. Немене тұрып кетті? Ойба, шашымыздың арқасы тұрып кетті. Неменеге дереу жаман ойлайсыз тоба? Сен де бір түкіріп те қамады, түкірма. Не деді? Әкім оған емес, әкім келгенде істейсің айт. Әкім келеді. Әбеге, ассалауму алейкум. Қалайсыз келіңді? Кім қасының тұр? Баса өріп.
Елім менің аңсаған, елім менің аңсаған, елім менің аңсаған, ей, елім менің ай, аңсаған. Болды. Мінекей, Наурыз биін билеген қыздарымыз. Ал, әбеке, нан болса, ән болады деген. Ауылымыздың тандырына түскен наннан ауыз дейіңіз. Ауылымыздың аруы, қыз сыны концертінің бірінші орны, 12 жұлдыз байқауының дипломанты, Күлхан қарындасымыз нан тапсырсын, кән? О, әкел. Ай, бақ, ай. Қарындасам нанның қат-қат тұған ені? Қат-қат дейсіз ба? Иә. Сөйдірші ма? Ей, бұл. Маңыз әкім аға. Ас болсын. Әкім аға, 1 минутқа. 50 үйден сөйт тұршы. Ей, не деп тұрсың? Не деп тұрсың? 50 үйден сұрап тұрмын, не болып сөйтші ма? Başçaysa devre. Aramız біріншелеңге кеттік артқа. Әбеке айбет бейсі, жаңа бейсілер ғой. Ал әбеке, енді батаменен елге көрер, жаңбырменен жерге көрер дегендей, ауылымыздың молдасы Әнтеш молдекеннен бата сұрайық. Ауылымыздың жаңағы күрестен 2 күміс медаль алған, футбол ойнаудан 4 рет чемпион болған, ләңгі ойнаудан 5 рет чемпион болған Әнтеш молдекеннен бата сұрайық. Әнтеш! Мола ма, спортсмен ба ол? Қолы бар ма ананың? Бар екен ғой, бар екен. Ассалаумағалейкум. Сегізінші мартыңыз бен 8-ші. Мен ба? Күгірікті дегенде күгіріктің сабағы күгеріпті, оралымның барында бата ма? Мен концерт шығарды қапым мен мұнда. Аумин десең берейін міне бата. 200 теңге бере тұршы әкім аға. Аумин десін, аумин. Ауылдың тұрмыс тіршілігі ұрып тұр ғой, кеше туған күн болған еді, басым сынып тұр ғой. Кім, Әнтеш, жөні бір дұрыс бата берсей, әкім келді ғой. Қосай бада, енді берем ғой. Аумин. Аумин. Мінгенің тау болсын, тауың дәу болсын. Жегенің қазығырды мен жалжая болсын. Аумин. Ішкенің қымызбенен қымыран болсын, мінгенің инамарғы импенетей болсын. Аумин. 200 теңге берсей. Әбеке өзі берем 200 теңге. берсей. Сендердің баталарың бұлатың ба не? Кризис ғой, 200 теңге берсей. Ойбай, мынау маған доллар бере салды ғой, молодец, аумин. Маған берген долларың саған өзбекский сом болып қойсын, аумин. Ал, Әнтеш, бара. Міне, әбеке, осымен концерттік бағдарламамыз аяқталды. Келесі кезекте баяндамаға есепке берейік. Тоқташы, аяқталды ма концерттің? Бітті. Бір әкім шақып көш ба? Әкімді кәл. Не ғой, әбеке, әкім мына жігіт қой. Осы кісі ауылдың әкімі. Ей, сен әкімсің ба? Әкім. Немде біләңі бұтыңда тұр екен? Әбеке, енді сіздің келетініңізді алдын ала білмей қалдық, әбеке, айып етпейсіз.
Бейнабат. Сонда мен келмесем неме түрсемен жүрмекшін ба? Жоқ, о не? Адам дегенде кішкене мәдениет деген болу керек қой. Тұрс. Әбеке, оқи берейін, есепті баяндама ғой. Оға. Өткен жылғы облыстан бөлінген 20 миллион теңгеге атқарылған іс-шаралар баяндамасы. Оға. Міне, жақын оқиын, жақын көріп тұрыңыз сіз, жазғанның бәрін көріп тұрыңыз деп атқан ғой. Әбеке, көріп тұрыңыз дейін. Аяға тұршы, аяға. Өткен жылғы бөлінген 20 миллион теңгеге ауылдағы Апатай балабақшасындағы бүлдіршіндерге бала біздің болашағымыз деп 8 гаршок 4 тазига бердік. Және де ауылдағы көп балалы отбасыларға Жай оқса, жай оқ. Мен құлағым керек емес. Айқайлама, жай оқ. Болды әбеке, болды. Бейнабат. Және де ауылдағы көп балалы отбасыларға бір қап отынан алып бердік. 9 мамыр неміс дейма, жеңіс дейма, жеңіс күніне арналған мерекеде отан үшін от кешкен ақсақал ардагерлерге дастархан жасап, бірінші тамаққа ролтоннан сорпа жасап ас бердік. Сосын ақсақалдарға көңілдері көтерілсін деп бір стаканчик мороженийден алып бердік. Содан кейін ауылдағы жолдардың барлығын жөндеуден өткіздік. Жүргізушілердің барлығы рахметін айтып, алғысын білдіріп жатыр. Осымен баяндама есеп бітті, ақша бітті. Бітіп қалды ма не? Бітті, 20 миллионды бітірдік. Все, бітіп қалды ма? Бітті, әбеке бірақ не? Жол мәселесі не болды? Жол істедік әбе. Жол болғанда да баяғыда 40-пен жүретін жерлер бар еді, қотыр жерлер ше. Сол жермен қазір шоферлар 120-мен вау деп бас жүретін болғанға әбеке. Айналайын, тоқташы. Жолды қатырдық деп отырсың, жолдың қаяғын себусыңдар? Бірінші көше, екінші көше, бәрін сеп. Айналайын. Ана ауылдың поворот бұрылысынан бері орталыққа келгенше 2 сағат дегендерін келдік. Жаяу келдіңіз ба? Мәшімен-ақ келдік. Ана жолындағы қотырлардан жүріп болмайды адам. Сондай бұл қапма. Қотыр емес, ол кәдімгі жатып алып соғыса беретін окоп болып кеткен. Ойбай, тағы не қылды анау Әшім Батыр деп көшенің атын жазып қойды. Жаздық. Әшім Батыр деп жаздық. Мен қайнатам о кісі. Қайнатам Әшім Батыр. О кісі Батыр болса не білмейміз оны. Оны білгенде басына барып гүл шоқтарын қойып, Құран оқып дегенде иә. Әбеке, қайдағы гүл шоқтары, қайдағы Құран? Тұр ғой мен қайнатам. Ойбай. Екінші көшеде тұрады. Сен жаңа Батыр деген жоқсың ба? Батыр болғанда класстастардың арасында бірінші адаман болған. Сен сонда тірі адамға көшенің атын берушісің ба? Бердік та әбеке, енді тұз ойлаңыз. Қазақ деген өлген соң атақты даңқты береді. Мен қайнатам тірі кезде атақты даңқты берейін дедік. Ана жылы туған күні болған. Сол әкім деген атына кіргемесін деп сыйладық сол көшені. Болды, дәл жерін тоқта. Осы баяндамаңды ертең ана аудан әкімнің алдыңа өзің оқып бересің. Мына түрмен жұмыс істей алмайсың екен. Давай кеттім. Әбеке, бір бет үйге барып шай қылайық та, әбеке, басеке, Табап кетті ме? Білгем, мен мақтанша, анау қандай кеншек деп мен мақта кетке шығар. Атаңның басы сен мақтады. Не болды? Атаңның басы болды. Ойбай, әкім аға не болды, сізге ұрыс кетті ме? Ойбай, ұрыста мейлі ғой, жерге тықып кетті ғой мені. Ой, қай жерге дейін тықты? Сен де бір, ана Әшім Батыр деген көшенің атын өзгерт құрт. Не деп өзгертеміз сон? Бұрынғы аты қандай? Абай көші. Абай деп қой, бол. Ойбай, әкім ағана мектепті не істейміз, мектепті? Мектептің атын не? Енеңіздің атында ғой, Зағира ене орта мектебі деп тұр ғой, бұтты Әбеке. Құдай-ай, осы әкім жаныма тиіп кетті бар ғой. Ана көшеге атасының атын беріп қойды, мектепке енесінің атын беріп қойды. Жаныма тиіп кетті, ше, осы әкім. Әнтөш қайда кетті? Әнтөш! Жұлдыздай жарық көзіңді көрген таныдым. Қара бұлт жапты жұлдыздың сол бір жарығын. Мезгілін күтіп сағынып жатқан жүректің
шаттан жүректің ертерек неге сөндірдің сезім жалыны алдамшы өмір бағынан бізді тайдырды сүймеймін сені өзіме берші қайғыны өзіңмен бірге айдында жүзген аққула алысқа кетіп жағаға екі айрылды өзіңмен бірге айдында жүзген аққула алысқа кетіп жағаға екі айрылды жалғыз үнін естідім елес болып қалсын кеудеңде көркем кескіні шығарма естен бақытты шақтың ешбірін қош енді гүлім кінәмді менің кешкірім шығарма естен бақытты шақтың ешбірін қош енді гүлім кінәмді менің кешкірім
тілі жарасқан ән шалқып шыңдарға театр біз үшін өнермен табысқан шуағы жарасқан айтылып әсемін қуанып кәрі жас шалқыған шымшыма отауы күлкімен жалғайды жайнатып жастардың әлемі кездесіп өнерде жыр сыйлап көңілге келді бір тағы да театр өмірге шуағы жарасқан айтылып әсемін қуанып кәрі жас шалқыған шымшыма отауы күлкімен жалғайды жайнатып жастардың әлемі шуағы жарасқан айтылып әсемін қуанып кәрі жас шалқыған қазақтың даласы өнердің ордасы биіктен желбіреп байрағы Бәрекелді, құрметті қала тұрғындары. Келген аяқтарыңызға тек гүл. Құдай қаласа баршылы баршаңызға бақ береке ынтымақ әкелсін. Тек қана қуаныштан бас қосайық. Сау саламат болыңыздар.